Selam dostlar, biz bugun bölшек tündelerde шығаруды үйренетін боламыз. Біз мысал осындай есептер келуі мүмкін, иә? Не дейді? X плюс 12 бөлінген 3. Қосу x минус 3 бөлінген 2 тең 5. 5 не бар? 1 деп ойласақ болады. 3, 2, 1-ге ортақ есептік береміз. 6. Маяқа 6-дан 2, 6 бол үшін қанша көбейтуіміз қажет? 3-ге. Маяқа 3-тен береміз. Ал 3, 6 бол үшін 2-ге көбейтуіміз қажет. Көбейту 2 болады. Сонда 2 мынаны жақша қойып алайық. Жақша ішінде x плюс 12 қосылған 3, жақша ішінде x минус 3 тең 5 алды көбейтсек 30. Жақша шерсек енді 2x плюс 24 қосылған 3x азайту 9 тең 30. Енді істейміз x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа. 2x қосу 3x тұр. Ол бізде болады 5x. 24-тен 9 азайтсақ, бізде шығады ол 15. И 15 ар жаққа не болып барады? Минус болып барады. Тогда 30 минус 15. Бұл бізде 15-ге тең 5x тең 15. X тең 15-ті 5-ке бөлсек 3 шығады екен. Келесі есеп көрейік. 4 плюс x бөлінген 7 қосылған x плюс 6 бөлінген 3 тең 4. 4-ның астына 1 бар деп есептейміз. 7 3-ке ортақ есептеліп бізде болады 21. Тогда маяқа 21-ден 3 21 болу үшін 7-ге көбейтеміз. Ал 7 21 болу үшін 3-ге көбейтеміз. Енді сразу көбейіп кетейік. 3 пен x-ті. Тогда 3-ті көбейтсек 12, 3-ті x-ті көбейтсек 3x. Қосылған 7-ні x-ті көбейтсек 7x, 7-ні 6-ға көбейтсек 42. 4-ті 20 көбейтсек, бізде шығады 84. 3x-қа 7x-ті қоссақ, бізде болады 10x тең 12-ке 42-ні қоссақ, бізде 54 шығады. 54 ар жаққа минус болып барады. Сонда 84 азайту 54. 10x тең 30 болады. 30-ды 10-ға бөлсек, немесе 0-дан қысып жіберсек, x тең 3 болады екен. Келесі есеп бізде x плюс 3 бөлінген 4 қосу x минус 8 бөлінген 6 тең 3 астына 1. 4 пен 6-ға ортасақ бізде болады 12. 12-ден 6 12 болса 2 көбейтеміз қажет. Ал 4 12 болса 3 көбейтеміз қажет. 3-ті x-қа 3-ті 8 көбейтейік. Сонда бізде болады 3x қосылған 24 қосылған 2x 2-ні минус 8-ге көбейтсек минус 16 тең 3-ті 12 көбейтсек 36. 3x-қа 2x қосамыз. Бізде болады 5x тең 24-тен 10-дан азайтсақ, бізде болады 8. И сол 8 ар жаққа минус болып барады. Сонда 36 минус 8. 5x тең 36-тен 8 азайтсақ, бізде болады 28. X тең 28 бөлінген 5. Немесе 5,5-тен. 3 ол 5,6 болады. Так, мұна жерде де ортақ есептеп береміз. Астында 1 бар. 2, 2, 3-ке ортақ есептеп 6 болады. Сонда маяқа 2-ден береміз. Маяқа 3-тен. Маяқа тоже 3-тен. Маяқа 6-тен береміз. 6-ні көйтсек 36. Енді біз мынандай затты ұмытпауымыз қажет. Ал егер мына жерде минус болса, мынау таңба өзгереді. Қарама-қарсы мысалы минус тұрса плюс болады, плюс болса минус болады. Соны жаттап алуымыз қажет. Ал егер мына жерде минус болса, мынау таңба өзгереді. Сонда 3-ті минус 3-ге көбейтеміз. Минус 9. 3-ті минус x-ге көбейтеміз болсаң, минус 3x, бірақ мына минус пен не болып кетеді? Ол плюс болып кетеді. Сонда плюс 3x тең 3x минус 3 қосу 2x азайту 4. 3x-қа 2x қоссақ, бізде шығады 5x. И сол 5x ар жаққа минус болып барады. Сонда 3x минус 5x тең. Мына жерде минус 3, минус 7. Ол бізде болады минус 4. Минус 3, минус 4. Бізде болады минус 7. Кешірім сұрайын, қателесіп кеттім. Так, 36-ға 9 азайтсақ, 27. 27 ар жаққа минус болып барады. Минус 27.
Sonda 3x'ten 5x azaltsak minus 2x teң minus 34. Minuslar qısarып ketеді. X тең 34 2 бөлсек 17 болады екен. Так, бұл жерде де ортақ есеп береміз. 25, 5, 10, 50-ге ортақ есеп бізде 50 болады. Сонда маяққа 1-ден, маяққа 5-ден, маяққа 10-дан, маяққа 2-ден. Екіншідегі бітсек 14 минус 10x тең 45 қосылған 19x. Минус 10x ар жаққа плюс 10x болады. Сонда 19x қосу 10x тең 14. Мынау 45 ар жаққа минус барады. Минус 45. Так, мына жерде бізде болады. Минус, так, мынау 31 болады. Тең 29x. X тең минус 31 бөлінген 29 болады екен. Так, 10, 15, 5 астарына ортақ еселік 30 болады. Сонда маяққа 3-ден, маяққа 2-ден, маяққа 6-дан береміз. 3-ті 4x-ға көбейтсек 12x, 3-ті минус 3-ге көбейтсек минус 9. Не айттық, мына жерде минус болса, мынау өзгереді. Ұмытпаймыз. 2-ні 7x-ға көбейтсек 14x, мына жерде минус 14x қосылған, қосу, себебі минусқа минус қосыла береді. 2-ге көбейтсек 4 тең минус 18. 12x азайту 14x ол бізде болады минус 2x. Минус 9 плюс 4 ол бізде болады минус 5. И сол минус 5 ар жаққа плюс болып барады. Сонда минус 18 плюс 5. Минус 2x тең минус 13. X тең болады минус минус жойылып кетеді. Плюс және 6 жарым. 13-ті 2-ге бөлсек. 2, 4, 16, 8 ортақ еселік 16-тан береміз. Маяққа 1-ден, маяққа 2-ден, маяққа 4-ден, ал маяққа 8-ден. Сонда маяққа жүрді 8x қосу 3-ті көбейтсек 12 тең 7x азайту 10. 7x ар жаққа минус болып барады. Сонда 8x азайту 4x тең минус 10 минус 12. X тең минус 22 болады екен. Так, 14, 21, нағасында не бар? 1 бар, е? Так, ортақ еселік бізде болады 42. Ал 42 мында қалай болуын тапты десеңіздер, былай десек болады. 21, 14. Екеуі неше бөлінеді? 7-ге. Мынау 2, мынау 3. 21-ге 14-ге бөлініп неше жетпей жатыр? 2-ге жетпей жатыр. 2-ні 21-ге бөлесін 42. Тәді 42 ортақ еселік болады екен. Маяққа 2-ден береміз. Маяққа 42-ң өзі. Маяққа 3. 3-ті 6-ға көбейтсек 18 минус 3-ті 5x-ға көбейтсек 15x. 4-ті 42-ға көбейтсек минус 168 тең минус 14x. Мына минус пен, мына минус бізде плюс болып кетеді. Плюс 16. Так, минус 15x, мына минус 14x жаққа плюс болып барды. Сонда минус 15x плюс 14x тең. Қараңыздар, 18 азайту 168 ол бізде болады минус 150. И ол ар жаққа плюс болып барады. 16 өз 4 плюс 150 болады. Сонда минус x тең 166. Деді x тең болады минус 166. Все, достар, бізде осымен есеп бітті. Соңға дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.